Сәлематсыңдар ма, балалар? Бізде қазір жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кіші ғарыш денелері. Сабақтың мақсаты жекелеген ғарыш денелерін сипаттау. Жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау. Зерттеу әдісін таңдау. Тірек сөздер: астероид, комета. Сендердің бүгінгі сабақтан білетіндеріңіз астероидтар мен кометалар туралы. Метеориттің не екенін білесіңдер. Және кіші ғарыш денелерінің жердегі тіршілікке әсерін түсінесіңдер. Одан бұрын, бұл сабақты бастамас бұрын жедел жауапқа дайындалыңдар. Ғарышта не бар? Біздің галактикамыз қалай аталады? Күн жүйесінде ғаламшарлардан басқа қандай денелер бар? Кәне есімізге түсірейік. Сонымен балалар, дайынсыңдар ма? Ғарыш кеңістігі мен жұлдыздар ғаламды құрайды. Біз өткен сабақта оны өттік. Жұлдыздар бұл кеңістікте ретсіз орналаспайды. Олар бірігіп галактиканы құрайды. Осы түнгі аспаннан көрінетін жұлдыздардың бәрі біздің галактикамызға жатады. Оны құс жолы деп атайды. Аспан денелері сонымен бірге кіші ғарыш денелері де болады. Мына алдымыздағы сызбаға қарайық. Яғни бұл жерде біз кометаның құрылысын көріп отырмыз. Комета бас және құйрықтан тұрады екен. Бас ядро және комадан тұрады. Түнгі аспаннан кометаны көру есте қаларлық құбылыс. Ол күн жүйесінің айналасында өз жолымен қозғалып жүреді. Күнге жақындаған сайын ол мұзы еріп булана бастайды. Яғни ол мұздан тұрады екен. Сол кезде ядроның жанында газ тозаңды бұлт пайда болады. Оны кома деп атайды. Ол кейін күн сәулесіне шағылысып, құйрығы жарқырайды. Сондықтан біз оны құйрығы жарқырайтын дене ретінде көреміз. Тіпті бұны құйрықты жұлдыз деп те атайды. Кометалар салқын температурадағы денелер болып табылады. Олар қатып қалған газ кесектері, тас, су немесе басқа металл элементтері бар дене күйінде кездеседі сонда. Нақты бір бөлшек күйінде кездеспейді кометалар. Оның басы және құйрығы елес беріп көрінеді. Кометаның ядросы бар. Яғни ядроның диаметрі 0,5 км мен 20 км аралығында. Енді астероидтар. Астероид тас кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі. Олар да күнді айнала қозғалады. Мынау Веста астероиды. Яғни жай көзбен көруге болатын ең ірі астероид бұл. Жалпы астероидтардың шоғырланған орны Марс пен Юпитердің арасы. Мына суретте қарап көріп отырғанымыздай, мынау ұсақ тас сияқты бұл астероидтар белдеуі. Бұл жаңағы айтқан Марс пен Юпитердің арасында орналасқан. Яғни
мына суретте анық көрінеді. Мынау Марс, мынау Юпитер. Міне осының арасында жаңағы астероидтар белдеуі орналасқан. Ал метеорит жерге құлаған аспан денесі. Сонымен балалар, комета күн жүйесінде мұздан тұратын жарқыраған құйрығы бар кіші ғарыш денесі. Яғни кіші ғарыш денесіне жатады комета және астероид. Ал астероид өз орбитасымен күнді айнала қозғалатын, бұл да кіші ғарыш денесі. Енді метеорит ол жерге құлаған аспан денесі. Ал осы жерге құлайтын аспан денелерінен жерді атмосфера қорғап тұрады. Яғни жерді ғарыштан келетін қауіптен атмосфера қорғайды екен. Балалар, түсінікті ме? Сонымен комета дегеніміз және астероид, метеорит дегеніміз түсінікті ме? Олай болса, үйге тапсырма. Оқулықтағы 58-59 беттерді оқимыз. Өз беттеріңізбен астероидтар белдеуінің моделін жасап көріңіздер үйден. Және қандай астероидтардың жерге құлау мүмкіндігі мол, неліктен, осы сұраққа жауап іздеп көріңіздер. Әрі қарай осы жауаптарыңызды мынау табыс баспалдағына салып көріңіздер. Қай жерде, өзіңді қай жерде деп ойлайсың. Ойлан. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.